Отырар ауданы Сырдария өзенінде суға батып қайтыс болған 9 адамның жаназасы шығарылды. Марқұмдардың денелері бүгін Көксарай ауылында жер қойнына тапсырылды. Түркістан облысының әкімі Дархан Сатыбалды Отырар ауданында қайғылы жағдайға ұшыраған әулетке арнайы барды. Сырдария өзенінде орын алған оқыс оқиғадан қайғы жамылған әулеттің ата-аналарына, ет жақындарына көңіл айтты. Соңғы деректерге сүйенсек, суға кеткен бір әулеттің адамдары құдалықтан шығып, өзен бойына тоқтаған. Марқұм болғандар бір атаның 4 баласынан тараған. Бір күн бұрын әулеттің ең үлкен ұлының үйінде баласының құдалығы өткен екен. Сондағы тұрғындардың сөзінше, алдымен 10-шы сыныпты бітірген баласы суға түскен, оны құтқарамын деп, артынан түскен адамдардың барлығы суға батып кеткен. Еске салсақ, 21 тамызда кешкі сағат 6-лар шамасында Отырар ауданы Көксарай ауылынан 3 шақырым жердегі Сырдария өзенінде ағайынды 4 отбасының 11 адамы суға батып кеткен туралы белгілі болған. Оның 8-і кәмелет жасына толмаған балалар. Бүгінде 12 жасар ұл бала мен 10 жасар қыздың денесін іздестіру жұмыстары жалғасуда.